атадан балаға қалғандай, бір жерде мұра қалғандай отыратын директорлар бар. Қанша жылда ротация жүргізіліп отырады? Әне бізде ротация туралы арнайы бұйрық бекітілген ереже бар. Соған сәйкес бір елді мекеннің көлемінде ғана ротация жүзеге асырылады. Және ротация мектеп басшылары үшін ол 7 жыл еңбек өтілі болғаннан кейін осы басшылық қызметте міндетті түрде ротацияға жатады. Бірақ көпшілік жерде сұрақ мәселе сол бір елді мекеннің ішінде бір ғана мектеп болуы мүмкін, немесе 2 мектеп болуы мүмкін. Басқа мектептер болмаса, әрине оларды бір-бірімен ғана ротация жасап, одан басқа ротациялаудың мүмкіндігі жоқ. Себебі басқа елді мекенге ол ротацияланатын болса, жергілікті бюджет есебінен оның жаңағы транспорттық шығындарын, тұрғын үй шығындарын бәрін көтеруі тиіс. Ал бұл мәселеге, бұл бағыттағы шығындар жергілікті бюджеттен қаралмағандықтан, әрине оны ротациялау басқа елді мекенге мүмкін болмай жатады. Сондықтан да біз қазір байқап отырмыз, 10 жылдан астам басшылық қызметте отырған басшылар бар. Алдағы уақытта ротациялау ережесіне біз өзгеріс енгізіп жатырмыз. Соған сәйкес болашақта мектеп басшылары 5 жылдан 2 рет, 5 жылдан 2 рет, яғни толыққанды 10 жыл бір мектепте директор бола алады. Одан кейін ол ротацияға да жатпайды, және ол мектепті ары қарай басқаруға да жатпайды. Ол қызметін ауыстыру керек болады.